Бұл видеода Қытай тілінің пернетақтасын компьютерге орнатамыз. Windows 8. Оң жақ төменгі бұрышта тілдерге бір рез басамыз. Енді компьютеріміз орысша болғандықтан, мұнда настройка языка деген жерге басамыз. Ары қарай, бұл тізімде Қытай тілі жоқ, енді бұл тізімге Қытай тілін қосу үшін жоғарыда добавить язык дегенге басамыз. Енді бұл тізімнің ішінен Қытай тілін таңдаймыз. Традиционный дегенді таңдамаңыз, міндетті түрде упрощенный дегенді таңдау керек. Екі рез басамыз. Мұнда екі нұсқа бар: Сингапур, Қытай. Қытайды таңдаймыз. Екі рез басамыз. Міне осындай оңай және тез жолмен Қытай тілін компьютерге қосып қойдық. Бұны тексеру үшін мұнда төменгі бұрышта тілдерге басамыз. Осы жерде Қытай тілін таңдап, енді қытайша жаза берсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет.